Айдана терезеден көк аспанға қарап отырды. Біздің туымыз неге көк түсті екен? Деп ойлады ол. Кенет терезенің алдына алтын түстес үлкен құс келіп қонды. Ол сиқырлы самұрық құсы еді. Сәлем, Айдана, деді самұрық, сенің сұрағыңды естідім. Жүр, мен саған еліміздің рәміздері туралы айтып берейін. Айдана таңғалып, басын изеді. Самұрық оны қанатына отырғызып аспанға көтерілді. Олар биікке көтерілгенде астында Қазақстанның кең байтақ жері көрінді. Біздің туымыздың көк түсі осы шексіз аспанның белгісі, деді самұрық, ол бейбітшілік пен тыныштықтың нышаны. Ал ортасындағы алтын күн ше? Деп сұрады Айдана. Күн байлық пен берекенің белгісі. Оның астындағы қыран менің бейнем. Ол еркіндік пен биіктіктің символы, деп жауап берді самұрық. Тудың жанындағы ою-өрнек нені білдіреді? Деді Айдана. Ол біздің халқымыздың дәстүрі мен мәдениетінің көрінісі. Әрбір өрнекте терең мағына жатыр, деп түсіндірді самұрық. Содан соң олар үлкен дөңгелек елтаңбаның жанына ұшып келді. Бұл біздің елтаңбамыз, деді самұрық, оның ортасындағы шаңырақ ортақ үйіміздің, отанымыздың белгісі. Шаңырақтан тараған уықтар күн сәулесі сияқты, деді Айдана таңдана. Дұрыс айтасың. Ол өмір мен жылудың белгісі. Ал екі жағындағы пырақтар арманға жетелейтін қанаттар, деді самұрық. Елтаңбаның жоғарғы жағындағы жұлдыз ше? Деп сұрады қыз. 5 бұрышты жұлдыз, бағымыз ашық, жұлдызымыз биік болсын деген тілекті білдіреді. Төмендегі Қазақстан жазуы еліміздің аты. Кенет сазды әуен естілді. Бұл Қазақстанның әнұраны ел. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы. Деген сөздер Айдананың жүрегін жылытты. Әнұран біздің ортақ әніміз. Ол елімізге деген сүйіспеншілігімізді білдіреді, деді самұрық. Самұрық Айдананы үйіне қайталып келді. Енді рәміздердің мағынасын білдің бе? Деп сұрады ол. Иә, рахмет саған, самұрық. Мен енді туымды, елтаңбамды және әнұранымды мақтан тұтамын. Деді Айдана қуанып.